Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге творог қосылған пирог жасап көрсетемін. Өте жұмсақ, арасы осылай толықтай піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, барлық адамға ұнайды. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, подписация бөлімін басып, қоңыраушаны басып қалдырыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, ендеше бірге жасайық. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды және де қантымызды қосамыз. Барлық құрамын осылай жазып қалдырамын және де миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. 2 есе ұлғайғанша, яғни қанттың барлығы толықтай еруі қажет. Басында осылай жұмыртқа мен қантты миксермен жақсылап араластырып алсаңыздар болғаны. Ары қарай сүтімізді құйып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз және де ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Сонан кейін ұнның үстінен бірден разрыхителімізді, яғни қопсытқышымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Толықтай ешқандай комочек қалмағанша, яғни ешқандай түйір қалмағанша, біркелкі масса болғанша араластырамыз. Ең соңында макты қосамыз, шамамен 10 граммдай. Егер сізде болмаса, қоспай қоюыңызға да болады. Өте әдемі, жақсы дәм береді, сондықтан мак босқа қосуға тырысыңыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен біздің тестіміз дайын. Енді салмасына творогымызды, яғни сүзбе, үстіне бір жұмыртқамызды және 3 ас қасық болатындай кукурузный крахмалды қосамыз. Міндетті түрде кукурузный қосамыз, яғни картоп крахмалы жарамайды. Сахарный пудра 50 грамм немесе 50 грамм қантты қоссаңыздар болады. Барлығын салып болғаннан кейін жақсылап тұрып араластырамыз. Егер де сізде блендер болса, блендермен жақсылап тұрып біркелкі масса болғанша езіп алсаңыз болады. Бірақ менде болмаған соң осылай вилкамен жасап шықтым. Пергаменттің үстіне ешқандай майда ешнәрсе жақпай, осылай бүкіл тестамызды ортасына құйып шығамыз. Кез келген өзіңізде бар формаға құя берсеңіз болады. Мінекей, менде осындай қазір әсел пештің формасы және де осылай әдемілеп дөңгелек етіп пішіндес қылып қоямыз. Және кондитерский мешокқа жаңағы творогымызды салып аламыз да осындай әдемі узорлар жасап шығамыз. Дәл осылай жасау міндетті емес, өзіңізге ұнаған жасай берсеңіз болады. 180 градуста 30-35 минутта пешіңізге қарап пісіріп алатын боламыз. Мінекей, осылай әдем болып қызарып, көтеріліп, дәмді болып шығады. Иісі енді өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Пирогымызды міндетті түрде толықтай суытып, бөлме температурасында кесіп ортасын сіздерге көрсетемін. Қараңыздар, ортасы толықтай піседі. Өте жұмсақ, өте экономный пирог, үлкен порцияда шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балалар өте қатты жақсы көреді. Кей балалар творогты, яғни сүзбені жемей жатады. Егер жемей қалса, осылай пирог жасап берсеңіз, өте керемет болады. Сіздермен бірге болған Гүлсая. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.